Су тіршілік нәрі облысымыздағы елді мекендерді таза ауыз сумен қамту жұмыстары жоспарлы жүзеге асырылуда. Теректі ауданы қарасты Шаған ауылдық округінің орталығы Жаңа өмір ауылына Ақбұлақ бағдарламасы аясында су құбырын тарту өткен жылы басталып, жобаның құрылысы осы жылдың күз айларында толық аяқталады деп күтілуде. Әрі қарай әріптесім Лұқпан Елеу баяндап береді. Теректі ауданындағы Шаған ауылдық округінің орталығы Жаңа өмір ауылына таза ауыз су құбырын тарту өткен жылы басталды. Біраз жылдардан бері әркім ауласындағы құдықтан су ішіп отырса, оның қоры азая түскені байқалады. Ақбұлақ бағдарламасы арқылы жүзеге асатын ауылішілік құбырының жалпы ұзындығы 50 шақырымды құрайды. Жоба биылғы жылдың күз айларында аяқталып, тапсырылады деп күтілуде. Аталған жоба мемлекеттік сараптамадан өткен, оң қорытындысынан алынған, соған сәйкесінше қаражаттар бөлініп, жоба жүзеге асырылып жатыр. Жалпы Жаңа өмір ауылында 3500 халық мекен етеді. Еңбекқор елді мекенде 22 көше 800-ге жуық аула бар. Негізінен ауыл шаруашылық және бау-бақша егумен айналысатын жергілікті тұрғындар соңғы жылдар судан тапшылық көріп келгені рас. Тіршілік нәрін әр үйге тарту жұмыстары басталғалы, ауыл ішіндегі көлік жолдарын сыйқы кеткен. Әу бастан қатқыл табанды көлік жолы болмаған ауылдың жауыннан кейінгі көрінісі көңіл көншітпейді. Басқа не айтам, мен мына жолды бізге түзеу, судың мәселесі сосын кіргізетін болса, жылдамырақ кіргізіп, суды біздерге енді халыққа беретін болса, сол суды кіргізіп, мына жолымызды түзесе дейміз. Елде енді жолды көріпсіздер, яғни былтырдан енді жатқан жағдай мәселе. Бұл жайтты аудан басшылығы уақытша қиындыққа балап отыр. Өйткені құбыр салушылар жіберілген кем-кетікті қалпына келтіреді дейді. Жұмыстар аяқталып қабылданғаннан кейін осы мердігер мекеме 2 жылдың ішінде аталған жоба бойынша қандай да бір кемшіліктер анықталған жағдайда түзетуге міндетті болып табылады. Сондықтан да осы енді құрылыс болғасын, жұмыс болғасын белгілі бір ақаулар бөлмелі орын алуы мүмкін ғой. Соны мердігер мекеме 2 жылдың ішінде өз есебінен орындауға, түзетуге міндетті болып табылады. Теректі ауданы бойынша соңғы 5 жылда 5 елді мекенге таза су тартылған. 2019 жылы Жаңа өмір, Жайық, Юбилейный ауылдарының жаңа су құбырларының құрылыстары аяқталмақ. Соның нәтижесінде аудан тұрғындарын тіршілік нәрімен қамту көрсеткіші 71%-ға жететін көрінеді. Лұқпан Елеу, Рүстем Исжанов, Айдос Қисымов, Ақ Жайық телеарнасы.